сделать фотку. Бәріне сәлем, бұл тез мультик. Бүгін Жексұрын мен емес Жексұрын, ол мультик солай аталады. Жексұрын мен деп аталатын мультик көреміз в общем. Орысша аты Гадкий я, ағылшынша оригинал аты Despicable Me. Go! Шөл дала. Ешкі бағып жүрген біреуді автобус қағып кетеді. Бұл пирамиданы көруге келген туристер. Бірақ ол шын пирамида емес, ойыншық пирамида болып шықты. Шын пирамиданы біреу ұрлап кеткен екен. Сәлем, менің атым Грю. Грю есімді тақырбас мороженеден құлатып алған балаға шарик үрлеп береді. Бірақ сосын жарып тастайды. Ол дәмханаға кіреді. Топырлаған адамның бәрін күтіп жүрем ба деп олар қатырып, тапсырысын алып үйіне жөнеледі. Сосын көршісімен әзілдесіп үйіне кіреді. Оның бір қорқынышты иті бар, Кайл деген. Есікті үш қыз, Марго, Эдит және Агнесті құлдатады, пішнай сатып алыңызшы деп. Грю үйде ешкім жоқ дейді. Эдит есікті бір тебет өтірікші деп. Грюға доктор Нефарио видеозвонок жасайды. Ол біреудің пирамиданы ұрлап кеткенін хабарлайды. Грю бірден миньондардың бәрін жина деп, өзінің құпия зертхана сияқты жертөлесіне түседі. Миньондар жинала бастап, Грюді қарсы алып, ассалаумалейкум аға көке дейді. Грю Нефарио екеуі бір құпия зертханада кішірететін қару тапқанын мәлімдейді. Тақырбас соның көмегімен біз айды ұрлаймыз деп айғайлайды. Сонда оны ең зұлым адам деп атайтын болады. Нефарио миньондар шулап кеткендіктен Грюға қоңырау шалып, біздің оған ақшамыз жетпейді дейді. Грю қорықпа, кредит ала салам дейді. Сол уақытта әлгі үш қыз өздерінің жетімдер үйіне оралады. Сол жердің тәрбиешісі, қайда жүрсіңдер дейді. Ол қыздар аз пішнай сатты деп ұрсады. Қыздар кетеді. Грю кетіп баратқанда оған анасы звондап пирамиданы сен емес па не ұрлаған деп Гүршаны бір тебеді. Грю бір банктың дәретханасы арқылы шайтан банкке кіреді. Ол жер қорқынышты екен. Грю мистер Перкинске келгенін хабарлап, қашан шақырады екен деп күтеді. Біз Грюдің кішкентай кезін көреміз. Ол айға ұшуды армандапты. Бірақ анасы оған әрдайым қолынан келмейтінін айтты. Грюға бір шигол салам алейкум дейді. Ол өзінің аты Вектор екенін мәлімдейді. Сосын Грю Перкинспен сөйлесуге кіреді. Оған несие ракета жасау үшін керек. Бірақ Перкинс міңгір деп оған несие бермей қояды. Алдымен кішірететін қаруды қолға түсір деп. Грю шығып Вектордың басын қатырады. Грю екі миньонмен бірге құпия зертханаға ұшып кеп кішірететін қаруды ұрлайды. Алайда оның артынан Вектор кеп қаруды тартып алады. Грюлар атады, бірақ Вектор мықты екен, оқтардан күшті жалтарады. Сосын ол шығып кішірететін қарумен Грюларға атып, содан олардың ұшақтары кішірейіп қалады. Сөйтіп енді олар оның үстінде кетіп баратыр бырт-бырт етіп. Түн болып үш қыз ұйықтауға жатады. Келесі күні Грю Вектордың үй жағын жағалап жүреді, қылтың-сылтың етіп. Приставка ойнап отқан Вектор оны байқап, Грюдің жануар дүрбісін қуырады. Сосын Грю киімін ауыстырып келеді. Бірақ не істесе де дарбазадан кіре алмай, таяқ жеуін жалғастырып, ақырында қуырылады. Кенет сол жерде үш қыз пайда болады. Грю олар үйге кіре алмайды деп ойлайды. Алайда Вектор пішнайларды жақсы көреді екен. Грю аң-таң. Ода кішірететін қаруды қолға түсіру үшін қыздарды қолдану керек деген ой пайда болып, ол Нефариоға звондайды, пішнай робот жасамаған деп. Кейінірек Грю жетімдер үйіне қыздарды асырап алуға келеді. Қыздар қуанып кеткен, анамыз бен әкеміз болады енді деп. Алайда шыққанда олар жалғыз Грюді көреді. Сөйтіп олар машинемен Грюдің үйіне жетеді. Алдыларынан Кайл шығып, олардың зәресін алады. Алайда Агнес оған келе ғой күшік-мүшік дегеннен ол қашып кетеді. Грю оларға тамақ, су, тышып сиетін жерлерін көрсетіп, ережелер түсіндіруде. Мен жұмыс істеп жатқанда кедергі жасауға болмайды. Күлуге, түшкіруге, осыруға болмайды деп кетеді. Агнес тәттілерді опырады. Сосын ол ойнап жүріп бір кнопканы басып, қыздар құпия зертханаға апаратын жолды тауып алады. Сол уақытта Нефарио Грюға жасаған пішнай роботтарын көрсетуде. Кенет үш мушкетер пайда болады. Грю оларға өзінің тыңшы екенін мойындайды. Эдит байқаусызда Агнестің ойыншығын күлге айналдырады. Агнес Грюға оны жөндеші деп демін ұстап тұрады. Жөндемесе дем алмайым деп. Содан қыз талқып, Грюдің келіспеске амалы қалмайды. Ол миньондарын супермаркетке жібереді, единорог әпкеңдер деп. Единорог деген бір мүйізді ат қой болып шымышатын. Сөйтіп әлгі миньондар отбасы болып кетіп баратыр. Олар супермаркетке кіріп ары-бері қаңғырады. Сол уақытта қыздар миньондармен бірге ойнап үйді шашып тастаған. Грю қыздарды бомба төсектерге ұйықтауға жатқызады. Бірақ оларға ертегі оқып беруден бас тартады. Бір кезде бағанағы миньондар Агнесқа единорог алып келеді. Агнес олардың бірін сүйеді. Миньондар кетеді. Келесі күні Грю қыздарға пішнай сататын уақыт келді дейді. Бірақ олар би сабағына баратындарын хабарлайды. Дауласып, ақыр соңында қыздар жеңеді. Кейін Грю оларды Вектордың үйіне пішнайлармен жібереді.
машина роботтар іске қосылып жүгіре жөнеледі. Олар кішірететін қаруды табады. Грю кіріп миньондармен бірге олар қаруды алып кетеді. Жолда қыздар паркке барып ойнайықшы деп Грюді көндіреді. Грю осылайша қыздардан құтылам деп ойлайды. Алайда кішкентай балаларға ересек адамсыз отыруға болмайтындықтан Грю да олармен бірге кәшенеді. Грю қатты қорқады. Сосын қыздар бізге анау единорог тотып алуымыз керек дейді. Грю ақшасын төлеп қыздар атуға отырады. Бірақ ғарыш кемесіне тигізе алмайды. Содан Грю тағы төлеп олар тағы атады. Агнестің оғы кемеге тиеді, бірақ кеме құламайды. Жігіт единорогты беруден бас тартқандықтан Грю өзінің қаруымен атып тигізіп, ақырында көтенін дірілдеген жігіт ойыншықты Агнесқа береді. Қыздар Грюға риза боп қуанады. Сөйтіп олар үйге келгенде Нефарио Грюға айды қолға түсіру миссиясын еске салады. Грю Перкинсқа бейнеқоңырау шалып, кішірететін қару ода екенін көрсетеді. Бірақ Перкинс сылтау тауып, несие беруден бас тартады. Содан Грю көңілі түсіп, миньондарға банктың несие беруден бас тартқанын мойындайды. Кенет қыздар кеп, аз-маз жинаған ақшаларын ұсынады. Миньондар да кімде қанша бар соны ұсынады. Грю банксыз-ақ қолымыздан келеді деп айғайлап, олар жұмысты бастап кетеді. Грюдің анасы келіп апты. Ол қыздарға Грюдің кішкентай кезіндегі суреттерін көрсетуде. Басқа жақта біз Виктор Перкинстің ұлы екенін білеміз. Әкесі ұлына кішірететін қарудан айырылып қалғаны үшін ұрсады. Виктор үйінде ол қару жоқ екен әлі білмей жүр ғой. Сол мезетте Грю қыздарды ұйықтауға жатқызады. Қыздар Грюді ертегі айтуға көндіреді. Ертегі 3 марғау туралы екен. Үшеуінің ұйқысы келіп кетеді, тіпті Грюдің де. Ол ертегіні аяқтап, қыздар ұйықтауға төсектеріне жатады. Нефарио қайтадан ай миссиясы туралы еске салады. Грю оны кішкене кейінге қалдырсақ қайтеді дейді. Шал жетімдердің жұмысқа кедергі келтіріп жатқанын түсіндіріп, олардан құтыл дейді. Грю түсіндім деп тіл қатады. Келесі күні Грю қыздармен ойнап отқанда жетімдер үйінің тәрбиешісі келеді. Оны шал шақырыпты, қыздарды қайтып өткізіп жіберсін деп. Осылайша қыздар кетеді. Миньондармен Грю мұңайып қалады. Ертесінде Грю айға ұшқалы жатыр. Виктор ракетаға жармасып алады. Алайда Грю одан тез әрі оңай құтылады. Біраз уақыттан кейін ракета айға жетіп, Грю айды кішірейтіп қалтасына салып, қыздардың концертіне асығады. Сол уақытта би қойылымы уже басталып кетті. Грю мектепке жақындап қалды. Қойылымға Ашкарбай Виктор келеді. Грю мектепке жетті, алайда қойылым бітіп кетті. Грю үлгермеді. Бір орындықтың арқасында Марго, Эдит және Агнестің әкесі үшін деген жазуы бар қағаз көшірілген. Бірақ қағаздың арт жағында айды бер деп жазылған. Бұл Виктор. Грю қыздарды кепілдестіп отқан Викторға кеп айды береді. Бірақ Виктор сөзінде тұрмай қыздарды босатудан бас тартады. Грю жынданады. Виктор ракеталар жіберіп, Грю олардан жалтарып, ракета дарбазаны қиратады. Грю акуланы ұйқыға жібереді. Содан Виктор қашып баратқанда Грю кемесіне жабысып алады. Арттарында Нефарио келатыр. Грюдің қолы талып құлап, ол өз кемесінде тап болады. Грю біздің кеме неге қайттан дәу болып кеткен деп сұрайды. Аташка айдың да үлкейетінін айтады. Кішірейтетін қарудың әсері уақытша екен. Ай үлкейе бастап, Виктордан лепешка жасайды, лепошка. Қыздар босайды. Грюлар троспен кеменің есігін ашып, Агнес пен Эдитті құтқарады. Маргоны бірақ Виктор ұстап алады. Алайда Викторды оған жау болып алған ай бір ұрып, олар құлайын деп қалады. Марго тростан ұсталады. Виктор сұмырайдағы ұшағының шетінен ұсталады. Грю қызды құтқаруға тырысады. Виктор шығып ап өзінше болғанда ай оны тағым жат. Трос үзіліп, Грю мен Марго құлайды. Бақыттарына орай оларды миньондар құтқарады. Ай үлкейіп, ғарыштағы өз орнына тұра қалады. Виктор айда тап болады. Жаңалықтардан айды қайтарған жұмбақ батыр кім екен деп жатыр. Грю қыздарға өзі жазған ертегі кітапты оқып бермекші. Бір единорог пен 3 марғау туралы. Яғни өздері ғой бұл. Ертегі арқылы Грю оларды жақсы көретін мойындайды. Грю қыздардың беттерінен сүйеді. Бөлмеден шықса, миньондар біздің де бетімізден сүйдеп күтіп тұр. Грю қойындар дегенде, миньондар жылай бастағандықтан ол келісіп сүйе бастайды очередпен. Келесі күні олар өздері концерт ұйымдастырып, қыздардың биін тамашалап, диджей басқа музыка қойып жібереді, бәрі билеуге кіріседі. Оружием на земле. Солтүстік полюстегі бір зертхананың сыртында екі қызметкер карт ойнап отыр. Біреуі ұтып, қуанып жатқанда жоғарыдан бір магнит кеме пайда болады. Адамдар дүрбелеңге түседі. Магнит барлық металл заттар тартуда. Ақыр соңында жаңағы зертхананы да тартып алып ұшып кетеді. Дәретханада біреу боқа жасап отыр, далада не болып жатқанын байқамай. Грю қаруын оқтап, единорогпен атады.
Өйткені бүгін Агнестің туған күні. Эдит ниндзя болып жүр кәдімгідей. Кайлдан айдаһар жасап қойған. Одан құтқаруға миньон рыцарьлар келеді. Бірақ олар өздерімен өздері қырылады. Грю тауық пісіріп шақырылған сиқырлы ханшайымның келмейтініне ашуланады. Сонда Агнес кеп, сиқырлы ханшайым қашан келеді деп сұрайды. Грю атына жаңа ғана отырды дейді. Кейін екі миньон мен Эдит Фокс көрсеткелі жатқанда бір сиқырлы дыбыс естіліп, Агнес қуанып кетеді. Бірақ ол Грю екен. Ол өзін Грюпунцель деп таныстырады, Рапунцель деген сияқты. Бір қыз одан неге сен семізсің деп сұрағанда, Грюпунцель өйткені мен пряник үйде тұрамын және жиі соны жеп тұрам деп жауап беріп, бәрі торт жеуге жүгіреді. Агнес технична кеп, оның Грю екенін білетінін, жай кішкентайлар үшін өтірік істегенін мойындайды. Грю үй жанымсыл деп қалады. Сонда Джиллиан кеп, Грюға құрбысы Наталиді сынады. Басы бос деп. Грю кетші бар деп шлангымен су шашады. Келесі күні Кайл гүлге шаптырайын дегенде, Грю көршінің гүліне сый дейді. Сонда агент Люси Уайлд пайда болады. Ол Грюді алып кетуге келді. Грю жоқ деп мұзбен қатырмақшы болады. Бірақ әйел шабуылды тойтарып, Грюді талдырып, оны багажникке салып алып кетеді. Мұны байқаған екі миньон мәшінеге шығуға тырысады. Алайда біреусі жерде қалып, бір кезде қораппен келетады. Сосын жайылып тұрған киім парашют ретінде қызмет атқарады. Бірақ оларды Люси байқап, тормозға басып, оларды мәшінеге кіргізіп, ұйқыға жібереді. Агент мәшінені суға айдап, су астында мәшіне сүңгір қайыққа айналып, теңіз түбінде жүзіп келеді. Кейін дәу сүңгір қайықтың ішіне кіреді. Бұл зұлымдықпен күресетін ұйым екен. Ұйым жетекшісі Сайлас Найс Попс. Оның фамилиясын естіген миньондар қарқылдап күледі. Люси жақында солтүстік полюстен зертхана жоғалғанын айтып, оны кім алып кетті екен деп сұрайды. Грю маған бәрібір дейді. Сол зертханада сүйкімді жануардан құбыжық жасайтын тәжірибелер жүргізілген. Попс мырза қылмыскердің қолында ол дәрі жердегі ең қауіпті қару болуы мүмкін. Бақытымызға орай біз оның іздерін Парадис сауда орталығынан таптық. Сауда орындарының бірінің иесі қылмыскердің қылмыскері. Бұрын сіз де қылмыскер болғандықтан, оның кім екенін табу үшін бізге сіздің көмегіңіз керек дейді. Грю жоқ, мен қазір әкемін. Ондайдың бәрін тастағанмын. Әкемін және бизнесменмін деп бас тартады. Топ сыртқа шыққанда Люси кеп Грюдің фанат екенін мойындап, визиткісін беріп кетіп қалады. Кейін олар қайықпен кетіп баратыр. Үйде Эдит Грюдан свиданияға қашан барасың дейді. Грю қайықтағы свидания деп сұрайды. Эдит не қорқасың ба не деп айтқанда, Грю бала кезін есіне түсіреді. Оқушы кезінде Грю Лиза деген қызға ғашық болған. Бірақ оған сезімін білдірейін дегенде бәрі оны қорлады. Грю мен қорықпаймын дейді. Марго біреумен WhatsApp-пен сөйлесуде. Агнес алолдарда қызарда жоқ нәрсе бар дейді. Ол тақырбасты меңзепті. Кейде одан балапан шығатындай деп қояды. Грю олардың беттерінен сүйіп бұрынғы зертханасына түседі. Ояқта миньондар желе жасап жұмыс істеп жүр. Бір миньон байқамай құлап кетіп, нәтижесінде басып банкіге кіріп кетеді. Грю желенің дәмін көріп бләқ дейді. Кейін ол миньондарға беріп, олар дәмін көріп маңырап кетеді. Нефарио ата зұлымдықты сағынғанын мойындап, желе жасау қызықсыз екенін айтады. Және оған біреу басқа жұмыс ұсынғанын хабарлап, шабаданы жинап, Аташқа кетеді. Кейінірек түнде есіктің звоногын біреу басады. Қызметші миньон есікті ашқанда бір бәле оған тап береді. Біраз уақыт өткен соң тазалаушы миньон есіктің ашық тұрғанын байқап есікті тарс жабады. Келесі күні қыздар Грюді танысу сайтында тіркеп жатыр. Грю біле сала ойбай керек жоқ дейді. Ол қыздарға жаңа жұмысқа тұрғанын мойындайды. Енді ол тыңшы. Парадис сауда орталығы. Грю миньон оққағарларымен тәтті сататын жерге кіреді. Бір кезде кекстарды қарап жатып, Грю Люсиді көріп шашып кетеді. Сосын Люси ол тақырбастың серіктесі екенін мәлімдейді. Екеуі күдіктілерді іздеуге кіріседі. Сол сәтте тәттілер дүкеніне Эдуардо Перес кіріп қалады. Ол жүн көкірегін көрсетіп, осындай Мексиканың туы бар кексқа тапсырыс берейін деп едім деп біздікілермен қоштасады. Грю одан Эль Мачо деген зұлымды таниды, яғни оны соған ұқсатады. Грюдің айтуынша, ол 20 жыл бұрын танымал болған. Мачо акулаға мініп ап, жанартауға түсіп жарылып өлген деседі. Бірақ оның денесі табылмады, тек көкірегіндегі жүні. Люси екеуі оның мейрамханасын ақтарып көруді шешеді. Түнде Грю қыздарды ұйықтауға жатқызып, Агнес зомби сияқты тақпақ айтып береді. Кейін Грю кеткенде, миньондар қыздарға әлде бешім айтып беріп, гольф ойнағалы жатқанда қоқыс жақтан бір шу естиді. Барып қараса, ол мысық екен. Бірақ жоғарыдан бір жарық пайда болып, оларды сорып алады. Грю мен Люси мейрамханаға келеді. Грю абайсызда сыңғырлақты ойнатып жіберіп, бір тауық шығып тап береді. Сосын қашып көк карико деп шулай бастайды. Оны Люси қатырады да, олар жалғастырады. Грю ренген әшке киіп ап, Люсидің ағзасын көріп шашып кетеді. Кейін ол бір нәрсе тапқандай болады. Бірақ ол секретный рецепт болып шығады. Спанж Бобтағы мистер Крабста болып еді ғой сонда сияқты. Тірі жаннан құбыжық жасайтын дәрі болмай шықты бошым. Эдуардо кеп біреудің кіргенін анықтайды. Грюлар жаңағы соустың дәмін көріп отыр. Ақырында біздікілер қашып кетеді әйтеуір. Келесі күні ауданда мороженое сататын мәшіне кеп, миньондардың бәрі соған жиналып, мәшіне оларды сорып алып, жолын жалғастырады түк болмағандай.
Грюлер сауда орталығында күдіктіні іздеуді жалғастыруда. Қоқысқа біреу ыстық кофе лақтырайын дегенде Грю қашып, құлап, алдынан қыздары шығады. Люси кеп Грю оларды бір-бірімен таныстырады. Агнес оны анасы деп елестетіп қатып қап, басың бос па деп сұрайды. Грю бірден оларды кедергі жасамай барыңдар, дүкен аралаңдар деп қуып жібереді. Агнес ғашық боп қалды деп мазақтап айғайлап, кейін қыздар кетеді. Мұны көрген Люси сен керемет әке шығарсың дейді. Марго Антонио деген баланы көріп ғашық боп қалады. Бала қызды пішіне жеуге шақырып, олар кетеді. Екі қыз Грюға айту керек деп шешеді. Грю шаштаразға келеді. Шаштараз оған парик ұсынады. Тақырыбыс әлгі дәріні іздеп жүр, дәрі іздегіш құрылғысымен. Ол дәріні тапты дегенде, шаштараз оған парик ұсынып, еще қыздар кеп Маргоның жігітпен свиданияға кеткенін хабарлайды. Грюлер олардың қайда кіргенін көріп, сонда кіреді. Грю қызды бұл жерден алып кетпекші болғанда, Эдуардо Перес шығып билей бастайды. Ол жаңағы бала Антонионың әкесі екен. Эдуардо Перес Грюді құшақтайды. Халық біздің тақырбасты танып қойып шоқып алады. Эдуардо кешіріңіз, оның ұйқысы қанбаған шығар деп қояды. Ол ұлы Антониоға қызың мен оның отбасын біздің мерекеге шақыр дейді. Қыздар қуанады, бірақ Грю әрине қарсы. Кейінірек кеңседе Грю Найс Попс бастыққа Эльмачоны ұлымен қосып ұстауымыз керек дейді. Люси Грю әлгі дәріні шаштараздан тапқанын мәлімдейді. Грю жоқ, күдікті Эльмачо деп айғайлап кетіп қалады. Миньондардың бәрі бір жағажайды тап болыпты. Бәрі риза. Шын мәнінде олар бір шардың ішінде сияқты. Бір зұлым адам оларды қамап қойды ғой деймін. Үйде Грю ноутбугымен Эльмачо туралы әлгі іздеп отқанда, әлгі жеңгетай келеді, бір құрбысын алып кеттіміз. Кайл Грюға парик алып келеді. Сосын ол қызбен мейрамханада отыр. Қыз Аджимани пресс дейді. Сол кезде Люси тапсырысын алуға кеп қалады. Люси анау қыздың Грюдің паригін тартып алып, оны масқара қылғалы жатқанын біліп, көтеніне ұйықтататын дәрі атады. Кейін екеуі оны үйіне жеткізіп салады. Люси Грюмен қоштасатынның алдында бетінен сүйіп, тақырбас болған оған жарасатынын айтады. Таңертең Грю чота қуанышты болып жүр, және өте көңілді. Жұмысқа бара жатып тіпті жалғыз жастарды қосады. Алайда сауда орталығында Найс Попс мырза жүр. Шаштаразды ұстап апты. Попс мырза Люсиді Австралияға ауыстыратынын хабарлайды. Грюдің көңілі түсіп кетеді. Кейін Люси кеп Австралияға барама бармайма әлі шешпегенін хабарлап, тақырбасқа электрошокер помада, яғни далабын сыйлап қоштасады. Грю настроенсін әскейге түсіп қайтады. Ауа райы да бұзылып кетті. Қазір қар жауып кете ме екен? Үй жақта оған Агнес қолшатыр алып шығады. Грю Люсидің оған ұнайтынын мойындайды, бірақ ол жақында кетеді деп мәлімдейді. Мен көмектесе аламын ба дейді Агнес. Грю жоқ деп жауап береді. Сонда Агнес, ал сен бірдеңе істей аласың ба деп сұрап, Грюға бір ой келеді. Люсиға сезімін білдіру деген. Бірақ ол оған звондауға дұқ жетпей телефонды өртеп тастайды. Келесі көріністе бізге жағажайдағы миньондар көрсетіледі. Боб Марлидің Джамең деген өлең ойнап тұр. Судағы біреуін астына сорып алады. Астында екеу болды. Екеуіне дәрі енгізіп, олар құбыжық болып кетеді. Грюлер мерекеге кетіп баратыр. Мерекеде Грю билейді, Маргоға Антонияны жақындатпай. Сосын көңілсіз болып отқан оған Эдуардо кеп, оны кішкене жандандырып кетеді. Грю оның соңынан еріп, тұзағы бар жерден өткенін көреді. Бұдан өте қиын екен. Грю әрең өтеді. Ұшақпен Люси кетіп баратыр. Оның көзіне барлығы Грю болып көріне бастайды. Люси, мен Грюді таңдаймын деп ұшақтан секіреді. Ол құламайды, әрине агент қой. Эльмачо Грюдің артынан шығады. Грю, мен білдім ғой сенің Эльмачо екеніңді деп жар салады. Эльмачо әрине деп достық қалыпта сөйлейді. Нефарио соған жұмыс істеуге кетіпті. Олар миньондардың бәрін құбыжыққа айналдырып тастапты. Эльмачо Грюдан бұл зұлымдыққа қатысқың келеме деп сұрап, Мачо Грюдің фанат екенін мойындайды. Грю, иә, мүмкін деп жауап беріп кетіп қалады. Эльмачо Грюға сенің кіремей бір құбыжықты оған жібереді. Грю Мачоның баласын қатырып, қыздарды алып үй жаққа аттанады. Олар кетіп қалған кезде Люси келеді. Оны тауық танып, Люси құжатын түсіріп алады. Эльмачо құжатты көріп, оның зұлымдықпен күресетін ұйымға жұмыс істейтінін біліп қойып, Люсиді бір жаққа алып кетеді. Мұны Нефарио көріп, аң-таң. Грюлар үйге жеткенде оған Нефарио звондап, Эльмачо Люсиді ұстап алғанын хабарлайды. Грю, ой-е-мое деп жолға аттанады. Таң атып үйге біреу жақындауда. Қыздар ол кім екен деп қорқа бастайды. Кенет құбыжық миньон шыға қалып терезені шағады. Қыздар қашып баратып Агнес единорогын түсіріп алады. Миньон оны тістегеннен Агнес қатты шыңғырады. Сосын единорогын алып қыздар жертөлеге тайып тұрады. Құбыжық жертөлеге де түсіп алды. Ойбай, оларды жеді дегенде Нефарио үлгеріп оған емдік дәрі енгізеді. Ол желеге сол дәріні қосады. Сол уақытта Грюлар Эльмачо жаққа жақындайды. Миньондарды бояп қойған аналарға ұқсау үшін. Бірақ әттеген-ай, бояуы кетіп қалды, сырт тастап еді. Біздікілер қашты. Арттарынан топырлап құбыжықтар келатыр. Грюлар барынша қорғануға тырысуда, алайда олар тым көп. Күтпеген жерден артынан Нефариолар шығып, дәрмен атып бұларды құтқарады. Онымен бірге қыздар да бар екен. Грю аң-таң. Эдит атқылауда. Тақырыбыз сүйген қызын құтқаруға аттанады. Жолай Грю терминатор сияқты оқтап, Макс Пен сияқты ақырын атады.
Люсиді Эльмачо ракетаға байлап қойыпты. Эльмачо кнопкаға басайын дегенде миньон пультті тартып алады, алайда түсіріп алады. Эльмачо әлгі құбыжық қылатын дәріні ішіп алады. Ойбай, мынау құбыжыққа айналды ғой. Грюда емдік дәрі бітіп қалды. Тақырбас мұртына қатырады, алайда одан айтарлықтай пайда жоқ. Грю қорғанам деп құлап кете жаздайды. Мұрт құбыжық жерге түсіп, темірмен ұрғалы жатқанда Грю ғашығы сыйлаған электрошокерді алып пен оны билетеді. Мұрттыға Нефарио ата жақындап, осырықпен атады. Грю Люсиді құтқарайын дегенде, әлгі тауық көкірекөк кнопкаға бас жереді атаңан әлет. Грю өлгелі жатқан шығарым деп ойлап, Люсиден, егер мен сені свиданияға шақырсам келсер ме едің деп сұрайды. Люси, ақылыңнан адастың ба? Иә деп жауап беріп, екеуі суға секіреді. Ракета жанартауға түсіп жарылады. Жұп құшақтасады. 147 свидания өткеннен кейін. Миньондар Трусилия деген өлең айтып жүр. Шынымен сөйтіп жүр. Оригиналын көріңдер. Грю мен Люси үйленеді. Агнес тақпақ айтып, Люсиді құшақтайды. Диджей музыка қосып бәрі билей бастайды. Агнес қатты қуанып кеткен. Нефарио Грюдің анасымен билейді. Соңында отбасы суретке түскенде бір құбыжық миньон шығып маңырайды. Pardon? Сексен бесінші жылы теледидардағы ең крутой телехикая «Зұлым брат» болды. Ода бала Бальтазар брат Зұлым вундеркиндтің рөлін сомдады. 80-ші жылдары брат экран жұлдызы болды, бірақ 3-ші маусымда жас дарын кенет өсіп кетті. Жобаны жауып тастады. Брат базарда тауар сатып кетті. Қазіргі уақыт. Мұртты брат роботына музыканы қос деп суға түсіп билей бастайды да кемеге жақындайды. Сағызбен кемедегі сарбаздарды ол билеп жүріп залалсыздандырады. Зұлымдықпен күресетін ұйым қылмысты анықтап, со жаққа Грю мен Люсиді жібереді. Люси агенттер Грюси бара жатыр деп хабарлайды. Грю, не дедің деп сұрағанда, Люси Грю мен Люсидің қосындысы ғой деп жауап береді. Грю, қой, бұл ұнамайды маған, өйтіп айтпаш дейді. Бальтазар брат кемеде Майкл Джексонның өлеңіне билеп-билеп, Гауһартасқа кеп, оны алып, алыстаған келетқан Грюді көріп, кешіктің Грю деп күледі. Кеме көкке көтеріле бастайды. Грюлар судың бетіне шығады, бірақ Грю үлгермей қалады. Оны Люси ұшырып жібереді. Сөйтіп Грю кемеде тап болады. Бір-бірінің қаруларын соғып ұшырып тастағаннан кейін Грю оған тигізе алмайды. Брат болса билеп жүр, бірақ ақырында әйтеуір соққысы тиеді. Арнайы жасақ Гауһартасты алып кетуге келатыр, бірақ Бальтазар брат өтірік талып қапты. Ол Грюға гитарасымен шабуылдап, Грюдің бүкіл киімін шешіп тастайды. Ол ұшып нәтижесінде сағызды киім ретінде киген сияқты болады ғой. Арнайы жасақты көріп брат ұшып қашып кетеді. Грю бір жағынан масқара болады сөйтіп. Көшеде бір жігіт өзінің биік дәу мәшинесінде рэпті бақыртып қойған. Жанына одан биік Грюдің көлігі келгенде, ол секең-секең етіп қоймаған соң Грю оны қабырғаға шаптайды. Сосын екеуі зұлымдықпен күресетін ұйымға келеді. Онда Найс Попс мырза жұмыстан кетіп бара жатқанын мәлімдейді. Оның орнына мұрны дәу бір тәте. Мұрын тәте Найс Попс мырзаны кетші бол көп сөйлемей деп қуып жібереді. Сосын кім мұнда лузер агент Грю деп сұрайды. Сол кезде Грюға қыздары звондап қалады. Ол өшіре салады. Кенет жанында мұрын тәте пайда болып оны шошытады. Мұрын тәте Бальтазар браттың қашып кетуіне неге жол бердің деп ұрсады. Грю есесіне ол Гауһартасты алған жоқ деп ақталғанда, мұрын тәте оны жұмыстан шығарып жіберген айғайлайды. Оны қорғап Люси шығады. Ол да кетсе мен де кетем деп өзінше болып өтіріктен. Мұрын тәте оларды қуып шығады. Олар үйге жеткенде Люси мұны қыздарға айту керек. Сен айтшы Грю дейді. Грю келісіп, үйді аша бергенде есігі ашық. Олар басып кіргенде кенет оларға біреулер тап береді. Көздерін ашса бұл қыздар екен, оларға тосын сый дайындап қойған. Жұпта балайы болмағандықтан міне балайы. Агнес екеуіне мармелад сорпасын ұсынады, еті бар. Кейін қыздар жұмыста қалай деп сұрайды. Грю оларды жұмыстан шығарып жібергенін хабарлайды. Грюға миньон Мэл звондайды. Грю миньондарға барса, олар зұлымдықпен айналысақ, іш пысып кетті деп ереуілге шығады. Грю енді зұлымдық қызық емес дейді. Оның үстіне доктор Нефарио абайсызда өзін қатырып қойды. Мэл бастаған миньондар оны тастап кетіп қалады. Со кезде ереуілде болмаған Том мен Джерри, деп өтірік айтпақ қойын, Дэйв пен Джерри келеді. Грю оларға сендер енді бастықсыңдар деп айғайлайды. Екеуі қуанады. Франция, Париж қаласы. Дәу семіз зергер кеп, брат кемеден ұрламақшы болған Гауһартасты зерттеп, кенет ол күзетшілерді ұйықтатып, маскасын шешіп жібереді. Бұл браттың өзі болып шықты. Ол ақыры Гауһартасқа қол жеткізді.
Сол мезетте үйде қыздар ұйықтап жатыр. Люси Грюға барат, қараңғыда жалғыз не істеп отырсың деп. Ол мұңайып отыр екен жұмыстан шыққанына. Люси бәрі жақсы болады деп сүйіп кетіп қалады. Далада жаңбыр құйып тұр. Миньондарға бір ата кездеседі. Ата, айтып жіберіңдерші, мынау мекен-жайды қайдан тапса болады? Маған мистер Грю керек еді дейді. Миньондар ауыздарымен осырып кетіп қалады, кетші бар дегендей. Ертесінде Грю газеттен бір аттың гауһартасты ұрлағанын біледі. Сол кезде Агнес ойыншықтарын сатып жатыр. Грю, не істеп жатсың, единорогты сатып жібердің ба дейді. Агнес, сенің жұмысың жоқ қой қазір, көмектескім келді. Мә, мұнда бақанда $2 дейді. Сол сәтте оларға әлгі ата жақындайды. Грю, кешір досым, абрикосым, распродажа бітті дейді. Ата, бұл 1-2 минутыңызды ғана алады дегенде, Грю, мә, мына ұсташы деп, оны ракетамен ұшырып жібереді де, ол жарылады. Біраз минуттан кейін шал қайтып кеп, кешіріңіз мистер Грю, 1 минут беріңіз маған дейді. Грю, менің атымды қаяқтан біліп алдыңыз деп таңғалады. Ол әңгімесін бастағанда Кайл аяғын тістеп алады. Ата Грюға оның егізі Дрюдан кеп тұрғанын хабарлайды. Егіз деп бәрі таңғалады. Шал, сіздің әкеңіз жақында қайтыс болды дейді. Грю қарқылдап күліп, әкеммен кішкентай кезімде баяғыда өлген, егізім мүлде болмаған дейді. Ата, онда мынаны қалай түсіндіресіз деп егізімен түскен суретті көрсетеді. Сөйтіп Грю анасына кеп, мама, менің егізім бар ма деп сұрайды. Анасы, мұны кім айтты саған? Жаны шығарып алайын дейді. Грю, не, бұл шын ба не деп ашуланады. Анасы, біз солай келіскенбіз деп мәлімдейді. Анасы мен әкесі ажырасып, бір баладан бөліп алған екен. Және ешқашан кездеспеуге келіскен. Анасы, менің таңдауым қателік болып шықты деп кетіп қалады. Грю болса, менің бауырым бар деп қуанады. Сонымен олар ұшақпен жолға шығады. Егізім қандай екен деп кездесуді асыға күтеді. Сөйтіп олар жетеді. Шошқалар қаптап жүр. Қыздар үйді көріп, ема дейді. Грю, шошқалар мұнда не істеп жүр деп сұрайды. Ата, бұл отбасылық бизнес екенін айтып, олар үйге кіреді. Оларды қарсы алуға Дрю шығады. Грю қуанады. Бірақ оның әдемі шашын көріп, кішкене настроениясы түсіп кетеді. Ол Люси мен қыздарға жағымпазданады. Сосын оларға есік алдын көрсетеді. Грю, иә деп айғайлап, Люсиге жарайды кеттік, жиналыңдар дейді. Люси неге екен сұрағанда, Грю өзін нашар сезінетінін айтады. Люси, ол сенің бауырың ғой, бір мүмкіндік бер оған дейді. Дрю Люси мен қыздарды қыдыруға жібереді. Сол мезетте бір осындай ойыншық берген телехикаяны Голливуд қалай жауап тастады деп шағымданып, Голливудты енді мен жабамын деп айғайлайды. Басқа жақта Дрю Грюдан жұмыста жағдайы қалай екенін сұрайды. Грю керемет деп жауап береді. Дрю қазір бірдеңе көрсетем деп олар жер астына түседі. Грю аузын ашып таңғалады. Дрю, міне мынау әкеміздің ұясы деп көрсетеді. Грю әкемізде зұлым адам болған ба деп шок болады. Сары шашты оны тас қорқыныш деп атаған мәлімдеп, оның ұлы зұлым адам болғанын айтады. Грю аузын ашып, осы мынау бұл біздің әкеміз бе дейді. Дрю әкелері Грюді мақтан тұтқанын, оның мансабын бақылағанын, ал өзін жолы болмағыш деп санағанын хабарлайды. Бірақ Грюдің көмегімен оның қателескенін дәлелдейтінін айтып, бауырым, зұлымдық өнерін үйретші маған дейді. Грю, жоқ, сұрама, мен зұлымдықты қойып кеткем дейді. Дрю, жарайды, мынау не үшін деп супер-пупер көлікті көрсетеді. Және кәшеңгің келе ме деп сұрағанда Грю жоқ дей алмайды. Дрю бауырына мәшиненің қандай қарулары бар екенін көрсетіп келетқанда алдыларынан трактор шығып, олар суға кетті деп ойлап қалмаңдар. Гарпун арқылы аман қалып, енді көлік жоғары жүріп келеді. Грю құлайын деп қалады бір сәтте. Алайда нәтижесінде олар аман есен тас жолға шығады. Сол уақытта Люси мен қыздар сыр фестивалінде жүр. Агнес пен Эдит компьютерді көріп Люсиден рұқсат сұрайды және ақша. Люси аздап қалжыңдап көп ақша береді оларға. Марго оған оларды еркелете бермей қаталырақ болуды ұсынады. Агнес единорог тавернасын көріп сонда кіргісі келеді. Алайда ол жақтан бір адамдар қуылады. Мұны көрген Люси шошып, давайте анау билеп атқан жерге барайық дейді. Бұл биде қыздар балаларға жақындап сыр алады. Жігітін таңдаған сияқты болады ғой сонда. Бір баланы ешкім таңдамай қояды. Содан Люси Маргоға ұсынады. Марго, ой, жоқ дейді. Люси қатал болу керек деп Маргоның айтқан сөзін есіне түсіріп, жүгір бар дейді. Марго, деп таңғалып қалады. Люси, сенің кеңесің дейді. Марго, қаталдық әлгі екеуіне мен үлкенмін деп айтқанда, Люси жарайды, нең кетеді деп Марго әйтеуір келіседі. Бала Маргоны көріп ғашық болады. Оның аты Нико екен. Қыз оның сырын жеп, олар билейді. Алайда Агнес пен Эдит жоғалып кетті. Олар единорог тавернасына кетіп қапты. Агнес единорогтың мүйізін көріп, анан қара деп шулап кетеді.
Эдит ол өтірік мүйіз деп тіл қатқанда сол жердің бармені мүйіздің түпнұсқа яғни оригинал шын екенін айтады. Ол бір орман бар екенін, дәл сол орманда ғана единорогтар жүретінін хабарлайды. Сол жерде отқандардың барлығы күле бастайды. Сонда бармен қыздарға олардың бірін өз көзіммен көрдім деп мәлімдейді. Агнес, сіз шын единорогты көрдіңіз бе? Ол мамық па? Деп сұрағанда, бармен өте мамық деп жауап береді. Сонда Агнес, оны мен де көре аламын ба деп сұрайды. Бармен жүрегі ақ, періште сияқты бейкүнә қыз сол орманға кірсе, единорог алдынан шығып, мәңгілікке қыздікі болады деп жауап береді. Агнес қуанғанынан шыңғыр жіберіп терезені шағады. Люси сол арқылы олар тауып тавернаға басып кіреді, қыздарға біреу тиісіп жатыр ма деп. Сосын кешірім сұрап, олар кетеді. Дрю Грюді кәмпит сататын дүкенге алып кеп, өзі кәмпит ұрлайды. Ойбай, полиция келе жатыр. Сондықтан рөлге Грю отырды. Сөйтіп олар қашып келеді. Жолда шошқаларды мыжып кете жаздайды. Оларға полицейлер сүрініп жығылады. Грюлар зытады. Полицейлер шошқаға мініп апты. Тіпті дігдік шауып келе жатыр. Жолға көзі көрмейтін ата шығып қап, Грюлар жоғары ашып, бұрғы режимін қосып, су жақтан бір-ақ шығады. Бұл мәшинелері суға салсаң батпайды, отқа салсаң жанбайтын сияқты ғой. Бауырлар риза. Грю Дрюға мен сені бұтына сеп қояма деп ойладым дейді. Дрю уже сеп қойдың деп олар қарқылдап күледі. Сол уақытта жүріп шаршаған миньондар пицца жеткізушісін көріп, соның артынан жүгіреді топырлап. Оларды екі күзетші иттермен қолайды. Миньондар қашып бір есікке кірсе, бұл ән байқауы екен. Миньондар басында қорқып тұрады, бірақ сосын билеп жақсы айтып шығады бір өлеңді. Бәрі қол шапалақтайды. Алайда күзетшілер оларды ұстап алды. Басқа жерде бауырлар су болған киімдерін кептіріп, Дрю Грюға зұлымдықпен айналысуды ұсынады. Сен нені ұрлауды армандайсың деп. Грю, бар бір нәрсе, үлкен гауһартас дейді. Содан екеуі қуанып, сол гауһартасты ұрлауды шешеді. Сосын олар үйге киімдерін және түрлерін ауыстырып кіреді. Бірақ отбасы мұны бірден байқайды. Люси, күні бойы не істедіңдер деп сұрағанда, егіздер ештеңе деп жауап береді. Агнес ертең ерте тұруым керек, орманға барып единорог іздеймін деп ұйықтауға кетеді. Грю ұйықтағалы жатқан Агнеске кеп, единорогтар әлемде жоқ екенін айта алмайды. Қыздың көңілін қалдырам ба деп. Агнес, менің жүрегім ақ қой я дегенде, Грю әрине деп жауап беріп, қыз ұйқыға кетеді. Ал Грю құлап түседі. Келесі күні миньондар түрмеде жүр. Олардан барлығы қорқады. Не басқа адамдарды жуындыруға мүмкіндік бермейді. Мэл Грюді оның қамқорлығын есіне түсіреді. Сағынған ғой байқұс. Сол уақытта Брат өзінің телехикаясын көріп жатыр. Ол шын өмірде осылай жасағысы келеді. Агнес пен Эдит орманға келеді. Агнес анаң қара деп сөмкесіндегі кәмпиттерді төгеді. Единорог соны жеуге келеді деп. Сосын күтіп олар сүйерде қалады. Сол уақытта егіздер, дәлірек айтсақ Грю, жоспар құрып жатыр. Грю бауырына сыртта күтетін боласың дейді. Дрю басты рөлде болғысы келген, алайда Грюдің айтқанымен келіседі. Дрю бауырына костюмдерін көрсетіп, Грю, обана, менікі қарасы дейді. Олар киініп алды. Сол уақытта үйге әлгі бала келеді. Типа Маргоның жігіті. Ол өзін Маргомен атастырылдым деп қояды. Бала Маргоны сүйгелі жатқанда Люси оны тоқтатады. Бала кетеді ыңырсып. Алайда есікті тағы біреу тоқылдатады. Бұл жаңағы Никоның анасы екен. Ол ұрсады, түкіріп. Люси оның көкесін танытып, олар кетеді. Марго Люсиді құшақтап алады. Люси бұны Грюға айтқысы келеді, алайда ол бауырлардың бір жаққа кеткенін көріп қояды. Агнес пен Эдит бір нәрсенің жыбырлағанын көреді. Бұл лақ болып шығады. Бірақ Агнес оны единорог деп ойлайды. Бір мүйізді ғой енді. Бауырлар гауһартасты ұрлауға Браттың базасына келе жатыр. Грю гауһартасты жұмысына қайта оралу үшін ұрлағысы келеді. Дрю сияқты зұлымдық үшін емес. Олар жақындап, жоспар бойынша Грю кіріп, Дрю сыртта күтуі керек. Грю секіреді. Артынан Дрю да секіреді. Грю, әй сен қалмайсың ба астыда деп ұрсады. Сосын жарайды, артынан жүр дегенде Дрю төмен құлап кете жаздайды, бірақ жоғарыға қайтып көтеріледі. Грю бауырына қолын созғанда сол жерде ракеталар мен сканерлейтін сәуле пайда болады. Олар амалын тауып байқалмайды әйтеуір. Кейін Грю бауырын сол жерден алып кетіп, екеуі жоғарыға шығады да парашют режимімен ішке кіреді. Дрю, сен дұрыс айттың, астыда күтім керек еді деп жылағандай болады. Грю бауырына барлығы жақсы болатынын және оған көмектесетінін айтып, оны рухтандырады. Сол мезетте миньондар түрмеден қашу операциясын бастайды. Олар бар нәрседен ұшақ жасап, сонымен ұшады. Гауһартас бауырларды Браттың жатын бөлмесіне алып келеді. Бірақ әттеген-ай, Дрю бір ойыншықты басып кетіп, ол пиқылдап, Брат ойбайлап, тура сол кезде оның будильнигі де шарылдап, ол сол будильник екен деп ойлап қалады. Бауырлар сол кезде төсектің астына тығылып қалған.
Бірақ тұрып беті қолын жууға баратады. Бірақ Гаухартасын ұмытып баратқан несіне түсіріп, оны алып Гаухартасымен бірге кетеді. Бауырлар да сыртқа шығады. Дрю мынандай ойыншық менде болған деп көзіне лазер тиіп, оны тастай салады. Сосын ол бір сағызды аузына салады. Дрю Брэдтің дәу роботын көреді. Сосын Дрю көмектес сағыз сыртыма шығып баратыр дейді. Дрю туя теңәнелет айттым ғой деп жатқанда, Брэд оларды көріп қойды. Дрюдің ішін қатты қысып, оның аузындағы сағыз Брэдті залалсыздандырып, бауырлар Гаухартасты алып қашады. Арттарынан жаңағы ойыншықтар, кішкентай Брэдтер қуып келеді. Вақтымызға орай біздікілер шығып үлгереді. Алайда құлайын деп қалады. Оларды тікұшақпен Люси құтқарады. Дрю Люсиге Гаухартастың көмегімен олар жұмысқа қайта оралатынын мәлімдегенде, Дрю не деп таңғалады. Люси Дрюға енді одан ештеңе жасырмауды өтініп, қинайды тақырбасты. Олар үйге қонып, бауырлар Гаухартасқа таласады. Дрю оны ешкімге бергісі келмейді, ал Дрю жұмысын қайтарғысы келеді. Олар қатты ұрысып қалады. Сол уақытта миньондар ұшып келе жатыр. Агнес единорогты тапқанын хабарлайды. Дрю бұл единорог емес, лақ екенін ашады. Агнес, «Мәләдіс, бұл менің ең сүйікті лағым ондай болса» деп айғайлап көңілін түсірмейді. Ол лақты жақсы көріп қапты. Люси кеп Дрюдан тасты алып, жүріңдер деп олар ұшаққа кіреді. Бұл Брэд болып шықты. Ол Люсидің өзін байлап қойған екен. Дрю бауырынан көмек сұрап, Дрю келіседі. Жолда бауырлар бір-бірінен кешірім сұрап татуласады. Сөйтіп келатып жолай миньондармен кездесіп, Мэл мен Дрю бір-бірін таниды. Содан миньондар бұрылып олардың артынан жүреді. Су астынан дәу робот Брэд шығады. Ол Голливудты қиратуға келді. Қыздарды бір жерге тығып қойды. Брэд олардың есігін ашып, қолмен алып, оларды қауіпті жерге тұрғызып қояды. Брэд қалаға сағыздармен ата бастайды. Үшеуі жақындап қалды. Дрю бұл серияны көрген екен, және Брэдтің қазір не істейтінін біледі. Брэд лазермен ата бастайды. Агнес лазерді көріп шыңғырып, біз мұндамыз дегендей белгі береді. Люси оларды құтқаруға аттанады. Дрюлар болса робот Брэдті ракетамен атқылайды. Робот құлады. Бірақ қайтып тұрады. Брэд қуыршақтарын жібереді. Олар Дрюларға тап беріп, ұшақтары құлап баратқандықтан бауырлар секіреді. Брэд қуанады, ұшақ құлады, олар өлді деп. Дрю роботқа құлайды, ал Дрю бірінші пальмаға, сосын жерге. Сол жерге миньондар жақындап, бәрін көріп аң-таң болады. Люси әлі келеді қыздарды құтқаруға. Ғимарат қирап, қыздар құлайды. Бақыттарына орай агент аналары құтқарып қалады. Миньондар жерге түсе бастайды. Брэд Дрюді көріп, оны лазермен өлтірмек болады. Мұны көрген Дрю, «О, жоқ» деп роботтың сымдары орналасқан жеріне кіріп, Дрюға лазердің тиюіне сәл қалғанда роботтың қуатын сөндіріп, робот құлайды. Дрю оянып бауырын құтқаруға жүгіреді. Алайда алдынан Брэд шығады. Дрю оған жекпе-жегін жасауды ұсынады. Сөйтіп екеуі билеп төбелесе бастайды. Бір кезде Дрю оның гитарасын білдірмей алып, Брэд маңырап қалады. Дрю атып, Брэд тыржалаңыш боп ұшып кетеді. Дрю кеп бауырын іздей бастайды. Бауыры артынан шығады. Дрю қуанып кетеді. Отбасы қауышады. Оларға миньондар да қосылады. Мэл дәл Дрюдің қолына түседі. Түн. Қыздар ұйықтап жатыр. Агнес лағымен ұйықтап жатыр. Ол жақсы көрем сені анашым дейді. Люси мен анамын деп қуанып кетеді. Бауырлар мен миньондар жастықпен ойнап жүр. Люси оларға ұйықтайтын уақыт келгенін айтады. Олар тоқтап, Дрю бауырына ешқандай зұлымдықпен айналыспауды ескертеді. Өйткені ол ертеңнен бастап жұмысқа шығады. Дрю ештеңе уәде айта алмаймын, сендерді жақсы көрем деп жауап береді. Дрю мен де деп жауап бергеннен миньондар дейді. Есік жабылғанда Дрю миньондармен жиналып ұшақпен жоғары көтеріледі. Шуға Дрюлар шығып, айттым ғой ешқандай зұлымдықпен айналыспаймыз деп дейді. Дрю, кешір бауырым, біреуміз отбасылық дәстүрді ұстануымыз керек қойын деп ұшып кетеді. Люси кеттік артынан дейді. Дрю, жаным, ол менің бауырым ғой. 5 минут береге оған деп күле бастайды. Сәлем достар. Біреу мәшінемен зуылдап ұшып келятыр. Қой, мынау кіме? Мәшіне зұлымдық лицейіне жетіп тоқтайды. Бұл Дрю екен ғой. Артынан миньондар да жетті әне. Олар киімдерін ауыстырып алады. Дрю, біздің мақсатымыз Максим Лемал деген бұзық. Оны ұстауымыз керек деп миньондарға түсіндіреді. Олар ғимаратқа кіреді. Миньондар жұмыстарын тастап желе жеуге лағып кетеді. Дрю жаңағы Максим Лемалды табады. Ол Дрюға прикол ұстайды. Лузер, грузер деп. Және де Дрюдің таз басы мен боқ қарынын айтып, оның масқарасын шығарады.
Максим менің қызым Валентина есіңде ма деп сұрақ қояды. Грю, иә есімде, көргеніме қуаныштымын, және қуанышқаныма көрдім Валентина дегенде. Анау Валентина деген қыз өзінше үйімі адам менсінбейді кісі ғой. Сахнаға бір апа шығып, кеш жарық, зұлымдық лицейінің түлектері, қош келдіңдер деп амандасқаннан кейін, алтын түлек марапатының жеңімпазы менің сүйікті оқушым Максим Лемел деп жариялайды. Сахнаға Мәкең шығып, өзінің әзірлемесі туралы айта бастайды. Әзірлеме тарақандармен байланысты. Бір кезде Максим шубасын жыртады. Денесі тарақан адам Грюдан бұл туралы ойын сұрағанда, Грю оның тұтқындалғанын мәлімдейді. Берілгелі тұрған тараған жоқ, ұстап көр ал мені деп. Патыр-пұтыр соғыс басталып кетті. Грю жасақты шақырады. Енді жасақпен тараған соғысуда. Грю оны торға түсіріп, оны алып кетеді. Валентина қарасын батырады. Грюлар Максимға лузер деп оны мазақ етіп жатқанда, ол жүгіріп кеп тап берейін дегенде оны тоқпен залалсыздандырады. Бірақ ол Грюдің бетін сырып үлгерді және жаңағы марапатты кесіп тастаған. Максимді алып кетеді. Таңертең Грю үйге келеді. Әйелі сүт ал деген соң неше түрлі сүт алып келіпті, қайсысы керек екенін білмей. Грю отбасы мүшелерін түгендеп, бірдеңке жетіспей тұрған сияқты дейді. Мәссаған, Грюдің баласы бар екен. Грю оған утю және кіс-кіс-чік-чік дейді. Десіңе? Бірақ бала чөті әкесіне қараса қабағын түйіп алады, анасына қараса жадырап кетеді. Грю оған бір қоспа бергісі келеді, алайда бала жылап жібереді, дәмі жаман-ау. Баласы әкесіне еркелейді өшім. Люси, көрдің бе, балаң сені жақсы көреді, бөлісіп жатыр деп күледі. Грю миньондарды шақырып, олар баланың жаялығын ауыстырып, аяғын қытықтап, тісін жуып, аузына соскысын салып, шашын тарап әкесіне тапсырады. Со кезде есік қоңырау соғылады. Бұл Найспопс мырза келген екен. Ол Максим Лемелдің түрмеден жіберген видеосын көрсетеді. Онда ол қолын босатып, Грюдің артынан үйіне барып, одан киігін алатын айтып қорқытады. Грю әйеліне, қорықпа, бұл түрме чөткі түрме, қаша алмайды ояқтан дегенде, Найспопс ол кеше қашып кетті дейді. Грюлар не деп қалады. Сөйтіп олар көшуге жинала бастайды. Далаға шыққанда Агнес лағымен қоштасады. Найспопс оларды Мэйфлауэр қаласына апара жатыр. Агнес, апа мен Дрю ағашы деп сұрағанда, Найспопс, сендердің қайда екендеріңді ешкім білмеу керек, тіпті жақын туысқандарың да деп жауап береді. Грю, бәрекелді дейді. Сол уақытта миньондар автобуспен зұлымдықпен күресетін ұйымға кетіп баратыр. Шудан автобус жүргізушісі тоқтап, олардан шуламай ауыздарын жабуды сұрайды. Бірақ миньондар оны мазақ етіп, аялдамада оны автобустан өздері алып шығады. Мэйфлауэр қаласы. Қыздар фонтанға қарап мәссаған дейді. Грюлар да зәулім үйлерді көріп тамсануда. Бірақ Грюлар тұратын үй кішкентай екен. Отбасыға онша ұнамады. Көрші үйден оларды біреу бақылауда. Олар үйге кіреді. Іші де онша емес. Бірақ Агнес вендинг машинаны көріп қуанып кетеді. Найспопс мырза қауіпсіздік үшін олардың жаңа жеке тұлғалары болатын мәлімдейді. Грюдің аты Чет болады. Ол күннен қуат алатын батареялар сатушысы. Ал Люси шаштараз. Ол қуанып кетеді. Өз шашын өзі қиып жүр екен. Эдиттің аты Блэр, Агнескі Бритни және Маргоның аты Бри. Ал аналарының аты Бланш. Қыздарды бөлмелеріне жіберіп, Найспопс Грюларға өздерінің шынымен кім екендеріңді ешкім біліп қоймасын, сәттілік деп кетеді. Грю есесіне енді баламның жанында бола алам деп қуанады. Кеш батып, бір тарақан қоқыстан шығып, тез жүгіріп канализацияға түседі. Онда тарақандар Максимнің келуіне орай той жасап жатыр екен. Максим шығуына көмектескендері үшін оларға алғысын білдіріп, Грю азап шегуі керек, ұлын ұрлап аламыз деп мәлімдейді. Ол Грю тышқан сияқты тығылып қашып жүр. Ондай болса біз оны мысық сияқты тауып аламыз деп айғайлайды. Таңертең отбасы таңғы асқа отырады. Агнес өзінің аты Бритни деп өтірік айта алмайтынын хабарлайды. Әкең ретінде өтірік айт деп бұйырамын деп Грю сөйлейді. Агнес өз айтқанынан қайтпай тұрып алады. Грю, әне қара, Эдит сияқты өтірік айтсай дейді. Сонда аналар кеп бөліп, Марго мектепке, ал екі кішкентай қыз каратеге жинала бастайды. Ұлдары бүгін әкесімен тусават сететін болады. Грю далаға розовый киіммен шығады. Тақырбас көршісін көріп қап, онымен общение ұстап қайтуға барады. Оның аты Перри екен. Грю, мынау менің қызым Марго деп ұсталып қала жаздайды. Бірақ әйтеуір өтірікті жіберіп құтылып кетеді. Перри қызы Поппиді мектепке апара жатыр екен. Қызы мен әкесі бұлармен сөйлескісі келмейді өздерінше. Грю мен Марго мектепке жетеді. Марго қобалжуда жаңа достар табаланба деп. Әкесі қызын рухтандырып, Марго рахмет Грю деп мектепке кетеді көңілі жайланып. Кенет жаңағы Поппи тұр машиненің алдында. Ол бәріне естіп қойды ма екен чота?
Артта мәшинелер пипілдетіп миды жегеннен Грю зуылдай жөнеледі. Сол мезетте зұлымдықпен күресетін ойымда миньондар әртүрлі нәрселерді сынап қуып жүр. Найспоп солардың бәрін жинап, өзін Максим Лемалға қарсы миссияны басқару үшін қызметке қайта шақыртылғанын хабарлап, сендердің көмектерің керек, кім дайын деп сұрағанда барлығы мен деп кетеді. Бізге батыл, күшті, ең мықтылар керек дегенде барлығы ойланып қалады. Алдында тұрған бесеуі ғана артқа қадам жасамағандықтан олар келіскен сияқты болып қалады, бірақ негізі оларда дайын емес еді. Жаңағы бесеуі мутацияға ұшырап, супер күштері бар, нағыз супер қаһармандарға айналады. Фантастическая четверка ғаздап құсай ма? Найспоп соларды мега миньондар деп атайды. Люси қыздарын каратеге алып келеді. Сабақ басталып, балалар сенсейдің айналасына отыра қалады. Сенсей бір балаға албастыдай шашың өсіп кетіпті, алмайсың ба шашыңды деп ұрсады. Сосын Агнесқа меңзеп, сен құртақан, алға шығып атыңды айт дейді. Эдит не деп сыбырлайды. Агнес шығып, атым ба? Айта алмайым дегеннен сенсей жынданып сабақтан кейін оны отжимания деп айғайлайды. Эдит шығады, бұл әділетсіз деп. Сенсей карате көрсетеді, бірақ Эдит өкшесімен теуіп оны мамалатады. Балалар мен қыздар қуанады. Тақиядағы қыз сенсейдің аяғының кішкентай саусағын сындырып тастапты. Басқа жақта шаштараз Люсиге бастығы кеп, резюмеңіз өте керемет деп мақтап сөйлесіп тұрғанда, Милора деген өзінше болып қойған әйел келеді. Оның шаштаразы декретте болған соң, бүгін оның шашын Люси қырқатын болады. Ой, не болады екен? Люси оған шашты сулап, кептірек бәлкім дейді. Милора қандай прическа керек екенін көрсетеді. Сөйтіп Люси жарайды деп, бір бәлелерді шашына жаға бастайды. Шашы еріп жатыр ма не болып кетті? Түтін шығып кетті ғой, ё-моё. Және шашы түсіп атыр. Түскен шаш жанып кетіп, Люси оны суға лақтырып, су лампочкаларға тиіп дүрбелең басталады. Люси ақырын ғана қашып кетеді. Максим тарақанға айналдыратын тапанша ойлап шығарды. Оған қоса робот жасап апты. Робот жердің бетіне шығып жоғарыға ұшады. Грю мен ұлы Маргоны алып кетуге келеді. Әкесі шаршап кофе ішкелі жатқанда балақай шарды пах етіп жарып әкесін шошытады. Сосын банан жейін десе де сол. Бала түк білмегенде отыр. Марго келеді. Оған да прикол ұстапты сыныптастары. Қызы мен әкесі бір-бірін көріп шок боп олар кетеді. Түн. Грю қоқыс төгуге далаға шығады. Арттан біреу оған сәлем Грю деп оны шошытады. Бұл бағанағы Поппи екен. Ол мыстан біздің тақырбастың Грю екенін біліп апты. Ол ұрлыққа көмектесесің деп оны бопсалайды. Грю ештеңе дей алмай қалады. Ертесінде зұлымдықпен күресетін ойымда мега миньондар жай миньондардың алдына шығады. Найспоп кеп мутанттарға шын өмірде күштерін сынап көретін уақыт келді деп, мутанттар кетеді. Басқа жақта Перридің әйелі Пэтси көршілерін көріп, күйеуіне ертең теннистен серіктес керек екенін айтып, ұсыныс жасайды. Сонда Грю теннисті өте жақсы көремін деп келісіп, Пэтси екеуіңді ертең клубқа келіңдер деп оларды шақырады. Люси, сен не теннис ойнайсың ба деп таңғалады да, баланы әкесіне қалдырып кетеді. Сол кезде Грюға бірдеңке ұшып келеді. Бұл Поппиден шақырту хаты екен, ағаштағы үйге кел деген. Сол мезетте тарақан робот ұшып келеді. Бұлар Грюді іздеп жүр. Максим лицейдегі байқаудағыдай Грю жеңбейді деп есіне алуда. Максим айтатын өлеңді Грю одан бұрын айтып қойған екен. Валентина, бәлкім бұл сәйкестік болған шығар дейді. Максим жоқ, ол әдейі істеді деп қоймайды. Сол кезде жанармай таусылып, олар қонады. Жанармай бекетінде Максимнің карточкасын оқымайды. Содан ол ашуланып қызметкерге келсе, ол отыр былшиып ештеңке істегісі келмей. Максим оның жағасынан алады. Қызметкер өтінемін, маған тиіспеші дейді. Максим оны тарақанға айналдырады. Солай ол ақша төлемей кетеді. Қыздар супермаркетте жүр. Агнес лағын сағынып қапты. Анасы қызын жандандырады. Сөйтіп жүргенде Люси әлгі Милораны көріп қалады. Біздікілер қашайын дейді. Бірақ ұрының көті құлыс дегенде ұсталып қалады. Милора оларды байқап қойды. Сөйтіп олар қашып келеді. Бір кезде қыздар арбаға мінеді. Артынан Милора қуып келеді. Өзі робот сияқты. Люси агенттік әрекеттерін жасап, Милораны тоңазытқышқа тығады. Құтылдық-ау дегенде ол арттан шығып қуа жөнеледі. Қыздар риза әйтеуір. Люси кассадан ақшасын төлеп, далаға шығып машинеге отырып зуылдай жөнеледі. Арттан Милора жүгіріп өкпесі өшіп қалып қалады. Қыздар аң-таң. Сол уақытта Поппи мысығымен ағаштағы үйінде биді жібереді. Бір кезде оған Грю келеді баласымен. Ол қыздан жоғарыға қалай шығам деп сұрағанда, қыз батутқа секіруді айтып, содан ол әрең дегенде шығады үйге. Поппи оны қарсы алып, тақырбас пуфикқа отырады. Поппи Грю оқыған зұлымдық лицейінен Ленни есімді итаюды ұрламақшы екен. Итаюдың орысшасы медоед. Тура аударсың балжегіш. Грю келіспейді итаюдың жыртқыш аң екенін айтып.
Бірақ бопсалаудың аты бопсалау. Қайда барады дейсің тақырбас. Олар әуе шарымен ұшады. Сол уақытта мега миньондар жүр қалада супер қаһармандары боп. Бесеуі де бүлдірет бәрін. Адамдар оларға наразы. Олар найс боп салып кетеді. Грюлар сол уақытта лицейге жетіп қалды. Поппи оны көріп қуанып кетеді. Олар тоқтап Рон есімді миньон Грюға сөмкені береді. Бірақ төмен түсіп қараса, баланың сөмкесімен ауысып кетіпті. Онымен қоймай жынды миньондар әуе шарын ұшырып жіберді. Сода қалды керек жарағы бар сөмке. Грю жарайды деп қолда бар нәрсені қолданып, олар ішке кіреді. Сөйтіп олар дәлізде жүріп келеді. Камераны бұлар баланың подгузнигімен жабады. Құлыпты олар тирюшпен ашады. Қыз кіргелі жатқанда Грю оны тоқтатып, присыпканы үрлеп барлығы оп-оңай емес екенін қызға көрсеткісі келеді. Сөйтіп тұрғанда балақай кіріп кетті ішке қарай. Ол сигнализацияны өшіретін кнопканы тауып басады өзі. Бірақ өшіріп қосып прикол ұстайды. Ақырында сырттағыларды кіргізеді балақай. Грю тетікті тартып, жоғарыдан итайы түседі. Грю оған итайыды ұйықтататын дәрі енгізгісі келеді, оны спокойно алып кету үшін. Бірақ торды балақай ашып үлгерді. Грю ол ұйықтап жатыр деп ойлап тұрғанда итайы тап береді, ырылдап. Сол жерде дүрбелең басталады. Грюдің көтеніне жаңағы дәрі кірді. Поппи қашып бір кнопканы басып дабыл қағылады. Директор апа оянады. Ол арбасына отырып, осы бөлмеге асығуда. Грю итаюды лақтырып жібереді. Ол баланы көріп соған атылады. Бірақ бала оған соғын беріп, итайы оның досы болып қалады. Миньондар мен Поппи сүйсініп қарауда. Грю есікті ашып, олар дәлізге шықса, директор апа кеп қапты. Дәріден бір аяғы салбырап қалған Грю аяғымен миньонды қамшылап дігдік шабады. Бала итаюға тәтті беріп келатыр. Арттан директор апа арбасының доңғалақтарын үлкетіп, басып қуалай жөнеледі. Алдыларына қарамай Поппи құлап қала жаздап, бақытына орай оны Грю ұстап қалады. Алайда директор апа ұшып келатыр. Грю оған креммен атып, ол өз суретіне қадалады. Біздікілер қашып, есік алдында тұрған бір ұшатын арбамен ұшып кетеді. Үй жақта Поппи Грюға бәрі керемет болды, рахмет деп алғысын білдіреді. Балақай әкесіне бес береді. Директор апа ұрлаған Грю екенін біліп, Максимге қоңырау шалады. Апа Ленидің GPS-і бар ошейнигі арқылы оның қай жерде екенін біледі, және соны Максимге айтып, Максим сонда ұшады. Таң атып, Грю тенниске дайындалып, мамасы мен папасы машинамен кетеді. Сол кезде Поппи кеп, ата-анамыз теннис ойнайтынын естідім, бізде бірге ойнайық дейді. Сөйтіп біздің қыздар оны үйге шақырып, олар үйге кіреді. Грюлар теннис алаңына жетеді. Оларды Перси қарсы алады. Люси сонымен кетіп, Грю Перриге барады. Перри Грюдің көкесін танытқысы келеді теннисте. Бірақ кенет миньон кеп қап ысқырып, Перриге қарсы төрешілік етеді. Ішінде әділі де бар, әділ емесі де бар. Үйде қыздар Ленимен ойнауда. Үйге директор апа келіпті. Ол Грюді сұрайды, үйде ма деп. Оны Поппи көріп Лениді алып бір бөлмеге кетеді. Апа Грю үйде жоқ деген жауап алса да дөрекілікпен үйде күтемін дейді. Теннис алаңында миньон Перриді шаршатып жіберген. Грю телефонына Маргодан біреу Грюді іздеп келгені туралы хабарламалады. Қайдағы Грю, оның аты четеді ғой мынау қалада. Грю Люсиді алып, олар үй жаққа ызытады және Сайласқа құпиялар ашылып қалған туралы баяндайды. Ол өз кезегінде мега миньондарды әр жақтан шақыртады. Сол уақытта апа миньондармен шай ішіп отқанда Грюлар басып кіреді. Апа Лениді ол алған білетін айтып қайтаруды талап етеді. Грю ақтала бергенде кәз таяқ жейсің деп апа шығады. Құрылғысымен ол Грюдің көкесін танытып жатқанда Люси оны қорғап секіреді. Оның артынан қыздар да қосылады. Сол уақытта тарақандар командасы Мейфлауэрға келді. Бала да қызықтың ортасында болғысы келеді, бірақ апаның арбасы оны соғып, ол далаға шыға қалады. Дәл дегендей Максимдар да үйге келді. Оп-оңай олжаны көріп таңғалған олар бала қайда алайын дегенде, бала Максимнің саусағын ғырш етпесе болады. Бірақ анау сұмырай Валентина үйге кетіп баратқан баланы ұстап алады. Апаны жеңген біздікілер балақайдың жоқ екенін байқап сыртқа шықса, Максим оны алып кетті. Поппи дәл кезінде кеп, Грю екеуі Максимнің артынан шады. Балақай Максимға жақсылап тұрып прикол ұстайды. Бірақ ашуланған Максим тарақанға айналдыратын тапаншаны алып келуді сұрайды Валентинадан. Сол уақытта Грю мен Поппи жақындап қалды. Оларды Максимдар байқап кемесімен бір переді. Содан олар қайта көтеріліп, Поппи Грюді тарақан роботтың үстінде қалдырып сәттілік тілеп кетеді. Грю тура терезенің алдына тұрып, зұлымдар жолды көре алмай, бір ғимараттың төбесінде тоқтайды. Максим баланы тарақан қылып тастапты, және оны өзі басқарады. Ол баланы менің балам деп қояды.
Валентина роботпен Грюді өлтірмек болады, бірақ өзі төмен қаратай құлап кетеді. Содан Максим мен Грю төбелесе бастайды. Максим темірді кесіп, Грю құлайын деп қалады, бірақ Максимнің аяғынан ұстап алады. Олар ұшып, кранда аялдаған кезде тарақан тақырбасты бір теуіп құлатайын дейді. Грю бітті, өлді. Ол ауылына ештен кетпейді балам, әкең сені жақсы көреді дейді. Тарақан Грюдің қолын мұжа бастайды теуіп. Бала әкесіне деген махаббатынан есін жиып, Максимнің құлағын ғырш етіп тістеп алып ұрғылай бастайды. Грю қуанып, Максим баланы өлтіргелі жатқанда оған мощный бір соққы беріп нокаутқа бірақ түсіреді. Ол құлады. Ол тұрады, бірақ жығылғанға жұдырық болады. Ол әкесін жерге түсіріп, Поппи мен қыздар командасы сонда жетеді. Балақай әкесін жақсы көреді. Бәрі сүйсіне қарайды. Агнес, енді біз үйге қайта аламыз ба деген сұрақ қояды. Кейін үйде балақайды доктор Нефарио емдеп шығарды, яғни енді тарақан емес ол. Агнес лағымен қауышады. Грю әйелі және ұлымен қоштасып, Максиммен сөйлесуге түрмеге келеді. Грю лицейдегі байқауда әдейі Максимнің айтатын әнін ұрлап алғанын мойындайды. Бірақ ол бұны Максим оның сымын шешіп берген үшін істепті. Грю, сен менен кейін де шығуыңа болушы еді. Сенің қорыққаның менің күнәм емес дейді. Максим қорыққан несі? Кез келген уақытта, кез келген жерде сенен жақсы айтып шығамын деп. Олар түрмеде ән айтады. Түрмеде біз танитынның бәрі жүр. Концертке миньондар да келді. Поппи зұлымдық мектебінде оқып жүр. Найс Попс та қосылып қояды өлеңге. Максим мен Грю әнді бірге шырқап достасып кетті ма? Кейінірек Грю отбасымен тойда жиналады.